ең үлкен қызметтеріне жиналып, оған баға беріп, оның жеңісіне серік болып, қуанышына қуаныш қосқаны жиналған екенсіздер. Бұл бір күнімен айтылып атқан әңгіме, мен қайталамақшы емеспін. Жолдастар, көп адамдар айтты, шынында да айтуардың бір шығуы Өзбекстандағы қазақтарды, жалпы қазақтарды дүние жүзіне танытты деген. Бұл айтылып жатыр, оқып татқан шығар, 57 мемлекеттің мен деген айтуар қолына су құя алмайтын азаматтар келген шығар. Әне солардың алдында бірінші орынды алып, қазақ халқының ақыны болып, онан Өзбекстан қазақтарының ақыны болып, бері келе берсе Кеніміктің тума ақыны азаматы болып, қанша азаматтарға атақ абырой алып берді. Міне бұл қуаныш, Айтуаржан, бұл сенің семьяңа, сенің басыңа берілген баға емес, бүкіл қазақ халқына берілген баға деймін. Міне бүгінгі жиналыста мен сезіп отырдым, әлі ұлтын сыйламағанды космополит дейді екен, бір кезде айыптайды екен. Міне соған қуанып отырғаным, қол шапалақтаудан біліп отырғаным, сенің табысың, сенің қызметің барлығы қуанып отыр. Мен де соның бірі өз семьям атымнан, міне Кеніміктің халқысын, Кенімік халқының жалпы халқынан келмегендерінің ақсақалдардың атынан сенің өміріңе өмір, жасыңа жас, кәсібіңе кәсіп, абыройыңа абырой қосылсын деймін. Шырағым, кем болма, шегінбе, өміріңде жамандық көрме, дайым бақытты бол, бала-шағаңның, семьяңның алдында абыройыңнан айырылма. Осы жеңісің, осы табысың, біздің табысымыз болып отыр. Міне сол үшін мен не дерімді білмей, қалай баға берудің есебін таппай, өзім әшейінде Махмаданы болған адам осындайда әңгіме таппай қаламын. Айналайын, сенің қаламыңның ұшы алтын қалам дейміз ба, не дейміз? Әрбір жазған әрібің, міне жаңа Карима қарындас бір нәрсе айтты, Құлмақан ағайма әнімізге, сен Айтуардың өлеңінен піші жазып алып кет, апарып Қыбырайға оқып бересің. Бала-шаған немерең есті болсын, айтып жүрсін деді жаңа. Айтыста есткен болсаңыздар. Значит, сенің жазған кітаптағы әрбір куплет, әрбір бөлім өлеңің Кенімік халқына, Өзбекстан қазақтарына, бүкіл Қазақстандарға өнерге, дайым өнегерлі бол шырағым. Бақытты бол. Оның үстіне міне халқың қуанышты. Сарыбел деп, Сарыбелдің атын шығарып отырсын туып өскен жеріңде. Халқың аман болсын. Халқыңның алдында сен аман бол. Осы қуанышымыз баянды болсын шырағым. Кем болма. Міне Айтуар, мен көп сөйлеуге білмеймін. Міне осы нәкеңнің айтылған есіне қосыламын сөздеріне. Табысың мол бола берсін, бала-шағаң аман болсын. Әр қайсысы өз жайында жүрсін. Шындықты, адалдықты істей беріп оламын. Мен болмайды. Рахмет. Әліке шапандар. Рахметтеріне сау болыңыздар, саламат болыңыздар. Әрине, ал енді мынау ардақты ағайындар, мәртебелі меймандар, әрине бүгін мынау тойымыздың асы тартылып жатыр, астарыңыз дәмді болсын деп отырып, біз ортаға мынау сонау алыстан ат тейлетіп, сонау атажұрт Қазақстаннан келіп отырған айтыскер ақын әпкеміз Карима Оралбаны, сонымен бірге Ташкенттен келіп отырған
Абдулла Рустамовты ортаға шақырып бұл кісілердің де ақ тілектерін естуді үшін көріп отырмыз. Келіңіздер, сөз кезегі сіздерге ағайындар. Құрметті ағайын, ұзақ жақыннан келген достар, ағалар, інілер, әпкелер, қарындастар, міне бүгін бұл Науаи өлкесінде қасиетті бабаларымыз Жалаңтош Баһадыр Айтеке билердің елінде үлкен той мереке. Осы Өзбекстанымыздағы 2 миллиондай қазағымыз бар. Бәріміздің бүгін қуанышты күніміз, бір үлкен мерекеміз болып жатыр. Оның да себепшісі мұны осы елден атылып шыққан елдің Айтуар, бір туар ақыны Айтуар Сабировтың бүгінгі мерекелі кеші. Айтуар ініміз осы 2 миллионда қазақтың қуанышын, мұңын, ішіндегі дертін өзінің өлеңдері мен халықтың ішінде жариялап келетір. Сонымен бірге өшердегі қазағымыздың ұрып дәстүрлерін, салт дәстүрлерін, ұрып әдеттерін, төл мәдениетін, әдебиетін, тілін сақтап, еліміздің ішінде жариялап келеткен ең мықты азаматымыз. Оның үстіне міне бүгін 11 декабрь күні өткен айдың Қазақстанда дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының үлкен бір жазба ақындарының мүшәйрасында бірінші жоғары орынды алып, бәріміздің мақтанышымызға айланып отыр. Мұның соның бәрін куәсі болып отырмыз. Оның мынау қатар-қатар шығып атқан шығармалары бәріміздің мақтанышымыз. Бүгін не дейміз? Осы ақынымыз одан да өркей берсін, табыстары тіле берейік табыстар. Оған үлкен денсаулық, бақыт, толағай табыстар тілейік. Одан кейінгі ақындарымыз Айтуардың арқасынан ізінен шығып, шәкірттері көбейе берсін, еліміз ақын жанды, ақындарын ұлықтап жүре берсін. Және осы ақынымызға жақсылық тілеп, сөзімді мынау қарындасым Кәрима ханға беремін. Рахмет. Ал құрметті тойға жиналған көпшілік, мынау енді бағана сахнада Айтекеңе үлкен кісілер бар, өнер ақын, жанды ақынның жанында жүретін, жалпы өнерге бір табан жақын азаматтар барлығы өзінің тілегін өнермен білдіртті. Бірақ енді мынау адам осындай бір жақсы қуанышты сәтін, өзінің ішіндегі шаттығын, салтанатын осындай жақын ағайын туысымен, елімен бөлісіп, үстіп дастархан жайып, той жасайды. Біздің қазақтың бір ерекшелігі сол. Сол Құдай тойдан айырмасын. Ал енді естіп жатырмыз, Айтекеңді мен бұрында да айтысқа келгенде бір-екі рет көрген екем, жаңа айтты, бір айтыстар жүргізген едім деп. Бірақ бұл кісінің мен ақындығын, жазбалық ақындығын бүгін ғана сырттай Құлекең мақтап атқанда деп келгенбіз, бірақ өзім тыңдап таң қалдым. Бір өлеңінің өзі бір өлеңінің өзі 10 ақынға татиды десем де артық болмас. Өткені жаңа көп адамдар айтып жатыр, осы тірі Мұқағали деп бұл кісіні, мына Төлеген Айбергеновтың ізімен жазады екен, әрбір сөзінде теңеу жатыр. Сондай өлеңдерінің барлығы бір қазақтық, біздің ұлттық, біздің мінездемемізді, табиғатымызды да салып тұр. Жаңаға туған жерге арналған өлеңі, ата жұрт дегені барлығы да бір кереметтей адамның жүрегіне бір ой тебірентетіндей, сондай бір адамға әсер ететіндей керемет екен. Сондықтан мен бұл кісінің мынау жаңағы ақындық өнеріне, сол ақындық өнерін мен осындай ақын едім, бірінші орын алып келдім деп тып-тыныш жатпай, азаматтық жасап, сіздер де елге дастархан жасайып, той жасап, ақындарды, айтыскерлерді шақырып, сіздермен бөлісіп атқан азаматтығына да арза болып отырмын.
сол үшін бір шапалақ ұрып қойсақ бола ма, болмай ма? Енді бағанада үйде айттым, жаңағы досыңыздың үйінде айттым ғой, тағы қайталап өтсем артықтық болмас. Мынау ұлы Наполеон кезінде айтқан екен. Солдат өмірден өтсе, оның орнын толтыруға болады. Басқа біреуді әкеп қойса, ол солдат болады. Ал ақын өмірден өтсе, оның орнын толтыруға болмайды дейді екен. Сондықтан бұл кісі де өзінің өлеңінде бағана сахнаға іліп қойыпты, ақынды құрметтейік тірісінде деп. Біздің қазақ, жалпы қазақ емес, енді көп жерлерде өзіміздің қадірімізді өзіміз білмейміз. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Қасында күнде көріп жүргеннен соң таудың да биіктігі байқалмайды дейді. Сіздер осындай тау шыңындай биік ақынды кейде көз алдыңызда жүріп қадірлемеу, биіктігін байқамауыңыздарыңыз мүмкін. Ол бәрімізде де болатын нәрсе. Сондықтан бұдан кейін мінекей Құдайға шүкір, тәуелсіздікті алғалы бері Қазақстан болсын, Өзбекстан болсын, баяғы сол 15 мемлекеттің барлығы қазір өз етек жеңдері, өз қолы, өз аузына жеткен бір мемлекет. Сырттағы қандастарымыз да Қазақстанмен қол үзген жоқ. Мынау патшамыз Назарбаев пен сіздердің мынау осы елдің Каримов ағамыздың достығының арқасы осы тойдың өтіп жатқаны. Ал енді екі елдің достығын жалғайтын ұлы үлкен көпір, бұл осы өлең көпірі, айтыс көпірі. Өнерде шекара жоқ. Өнер мен спорт әр елдің атын шығарады. Сондықтан осындай өнердің, өлеңнің тұғырында биік тұрған Айтекеңдей азаматтарыңызды әр уақытта қолдай біліңіздер, қорғай біліңіздер. Бұл кісіге сол мынау жаңағы ақынның жары болу да оңай емес. Сара жеңгемізге де ырза болып отыр. Мінекей Қарақалпақстаннан бірақ өлеңіне еріп келе саған артынан деді ғой. Сондықтан рахмет, айналайын, жеңеше боласыз ба? Енді былай біз әлі ұру сұраспаймыз, біз қазақсың ба, қазақ болды. Сондықтан қадірлей беріңіз осындай азаматты. Аллаға тойыңыз тойғаласын. Мінекей қазағы бұзылмаған Науаи елі, қазақтың нағыз қаймақ екен. Бірінші рет келіп тұрмын, осындай тойды көріп өзім қуанып жүрмін. Талай жерде болдық біз. Мынау Шымкент мынау тұрған жер. Мен өзім осы мақтанғаным емес, осы бір өлеңнің арқасында сонау Мәскеудегі қазақ бауырларымды көргем. Қытайдағы қазақ бауырларымды көргем. Бірақ мына Науаида сіздерде қазақ бауырларым бар екен, білмейді екем. Айтеке, сіздің арқаңызда мені қаншама қазақ бауырларымның алдынан айтысып алғыс алдым. Сізге рахмет бізді шақырған. Сондықтан тойыңыз тойғаласын. Енді жаңа айтып жатыр, ақынға саяс қара сөзден өлең оңай, балыққа сая судан терең оңай, халыққа адал қызмет етпесеңіз, абырой атақ деген келем оңай дейді. Біздің Құлмахан бар, мен бар, жалпы айтыскер ақындар, сонау Союздың кезінен 20 жылдан бері халықтың алдында алып жүрген жинаған тәжірибеміз, абыройымыз бар. Соны елеп ескеріп бұл кісілер шақырып отыр. Әйтпесем бізден басқа да шақырам десе айтыскер ақындар көп. Сондықтан қара сөзден өлең ғой деп ендігімізді ол сахнадағы айтқанымыз айтқан, осы кісінің мынау дастарханына, шаңырағына арнап қазір тағы өлеңмен тілегімді жалғайын. Сіздерден шапалақ қоп тұрса. Ал Айтеке, алдымен қадамың басқан оң болсын. Алланың бірінші байлығы денсаулығыңыз зор болсын. Арнайы айтқан Шымкенттен Кариманың тілегі сол болсын. Жүрген жеріңізде қашанда қызыр қолдап жол болсын. Сарадай мынау жеңгемнің дәм тұзы ылғи мол болсын. Көңілі жақсылардың толсын дейік, басыңа бағдәулетін қонсын дейік. Аялаған қос қызың үйіңдегі 10 ұлға татитындай болсын дейік. Кеңісін еліңменен арқабасың. Осындай тойларда тек шаршағасың. Айтеке 30 жылдық, 40 жылдық тойыңыз тойғыласып, дастарханың берекемен тарқамасын десек. Ендігі кезекті мынау жаңағы қозылап балалап кеткен қошқарға береміз. Я, бүгін бір қазақилық ғұрып болды. Құлекеңнің салған жерген айтқаны құлып болды. Каримажан, сәмөлетпен әкелерем, Ташкеннің төбесінде бұлып болды деп айтты. Айтекеңдей ағамыз қар өлеңін толғасын. Үйіңізде қашанда бағыры сөзі орнасын. Аспанда бұлт болса да көңілде бұлт болмасын. Мынау Айтекең айтысқа шықпай қойсын, шықса бұл бізге мәшіне бермейін деп тұрғайын алайын. Мына түрімен. Сіз жазып жүре беріңіз. Ал, мейіз қалай, мейіз орында ма? Мейіз жақсы.
Ал қайырлы кеш ағайын, мен кезбеймін, несібем кезет дейді екен. Мынау несібеміз кезіп, сіздердің жақсылықтарыңызды сезіп, арнайы кеп отырмыз. Айтекең маған телефон шығып жатыр. Құлмаған сондай бір жақсы той жасап жатырмын. Бір өзіңе қыз алып келсе айтысуға дейді. Мен айтып жатырмын, кім, Айнұр ма, Ақмарал ма десем, жоқ, ана Кәримен әкесі дейді. Неге Кәриман? Ол бір ерекше айтысады. Одағы тапқырлық, дауыс қалтыстарды отырады деп, бұл арнайы Кәриманы телефонда маған айтты. Мен Кәримаға түсіндірдім. Кәрима, ақынның тойына ақын бармаса не болады? Қашанғы мәшіне алып бәйгеге бара береміз. Барып елді аралап, бір жақсы айтыс жасайық деген едік. Кәрима жоқ демеді. Соның үшін Кәриманың құрметіне бір қол соғып қойыңыздар, айналайын. Иә, шынымен ақ Айтекең бұрын өзіміз өлеңдерін оқып жүргенбіз Нұрлы жолдан. Бірақ бізге бағана үйінде өлең оқып берді. Жаңа сахнадағы өлеңдері ырза болдық, жылайын деп отырдым мен. Себебі өлеңді түсінген адам жүректен сезеді. Ұйқастары одағы дүние бір керемет қой, керемет. Құдай көз тимесін, Айтеке бағың жана берсін. Иә, біз сіздің өнеріңізге тағзым етеміз. Жеңшеммен бақытты болың. Ақындар жүрегінен шығарар күй, қолдайтын ақындарды ел болып тұр, тыныш аққан Набайда көл болып тұр. Айтеке, өнеріңе тән бердік қой, бүгінгі Мұқағали сен болып тұрдық, бір шабалсақ қойсыздар. Рахмет, енді көп сөйлей бермейік. Кәрима жақсы өлең айтты. Мен енді бір осындай кештерде Шамшағаның бір әнін орындаса қалай көресіздер? Болады ма? Көңілдеріңіз толады ма? Болмасам жақсы бір әнді Шамшағаның әнін сыйға тартайын, қабыл алыңыздар, айналайын. Иә, бірінші вальс, кейін биге. Аңсаған бақытың сияқтанып, ай туып, келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем дебең, мен тұрмын еліңдігінен, жол жаққа сен жоқсың арайлым, кешікпей келем дебең, мен тұрмын елеңдеумен. Қайтемін кінәлап бұған сені, сағатың алдаған шығар сені, нұр ойлап көзіңде уәделі кезіңде, кешікпей келем дебең, мен тұрмын елеңдеумен. Нұр ойлап көзіңде уәделі кезіңде, кешікпей келем дебең, мен тұрмын елеңдеумен. Көшеде сырласып шалқып басып, құрбылар барады қолтықтасып, ағатым таусылды, аңсадым дауысыңды, кешікпей келем дебең, мен тұрмын елеңдеумен. Аңсадым дауысыңды, кешікпей келем дебең,
Баяғандер бәрібір басқаша еді, соны ойласам көзіме жас келеді. Көңілімнің құлпырып қас келеңі, өмірімнің өткендей өскемені, баяғандер бәрібір басқаша еді деп, баяғандерді сыйға тартамыз, қабыл алыңыздар. Шығарып салмадың, мен күтуден талмадым. Осында бір перунда, жоқсың ғой сен арманым. Дөңгелектер әуені, зырлайды таң атқанша, махаббат боп өтеді. Өмір қандай тамаша, дөңгелектер әуені, зырлайды таң атқанша, махаббат болып өтеді. Өмір қандай тамаша. Жас едім, өмірге еш тоймаған, балалыққа мас едім, күніменен ойнаған, дөңгелектер әуені, зырлайды таң атқанша, махаббат боп өтеді. Өмір қандай тамаша, махаббат боп өтеді. Өмір қандай тамаша. Біздер тағы да кездесерміз өмірде, мүмкін біздің махаббат алда шығар әлі де. Дөңгелектер әуені, зырлайды таң атқанша, махаббат боп өтеді. Өмір қандай тамаша, махаббат боп өтеді. Өмір қандай тамаша, өмір қандай тамаша, өмір қандай тамаша. Üç kişinin, kana tağı da bilеңіздер.
şaşıp gözünden küleyim be. Tangdayında yerese şırın sözler, özüm seni erneymin yüreğimde. Kırpığında mıng bolup tündeyim be, gözlerinde küm bolup küleyim be. Bul bakıpты korgayın karlı kaçtay, balapanın süygende süyeyim be. Bul bakıpты korgayın karlı kaçtay, balapanın süygende süyeyim be. Bağın janıp güldeyin bakıp konup, lapıldaydı akjanın жалын bolup. Çıkalmazsay senin şın senimden, key кездері кетеді жаным tonup. Kırpığında mıng bolup tündeyim be, gözlerinde küm bolup küleyim be. Bul bakıpты korgayın karlı kaçtay, balapanın süygende süyeyim be. Bul bakıpты korgayın karlı kaçtay, balapanın süygende süyeyim be. Sonşa süyesin yemerenip, otay ыстық сезіммен ең аяулы, үйретпейсің сәбидей мені келіп. Кірпігіңде мұң болып түнейін бе, көздеріңде күн болып күлейін бе. Бұл бақытты қорғайын қарлығаштай, балапанын сүйгендей сүйейін бе. Кірпігіңде мұң болып түнейін бе, көздеріңде күн болып күлейін бе. Бұл бақытты қорғайын қарлығаштай, балапанын сүйгендей сүйейін бе. Бұл бақытты қорғайын қарлығаштай, балапанын сүйгендей сүйейін бе. Тағыдан болсын ба? Бір қол соғыңыздар болатын болса. Қаны, тағы да бір әнді сыйға тартайық. Мына байы кәрі күдікке батқан жоқпыз ғой. Сұрауға да ұялдым, жылауға да ұялдым, сенсіз өмір жоқ еді, сені қалай қиялдым. Ойламаған жер еді, қол жетпесін сен еді, қайран өмір мұңайды көріп қимасын. Ұлым болсын оншақты, қызың болсын моншақты, енді өмір тек саған бақыт сыйласын. Сенде өмір ғой, сенде қайғы жеңіл ғой, сол сыйлаған бақытты мен де сыйлар едім ғой. Ойламаған жер еді, қол жетпесін сен едің, қайран өмір мұңайды көріп қимасын. Ұлың болсын оншақты, қызың болсын моншақты, енді өмір тек саған бақыт сыйласын. Ойламаған жер еді, қол жетпесін сен едің, қайран өмір мұңайды көріп қимасын. Ұлың болсын оншақты, қызың болсын моншақты, енді өмір тек саған бақыт сыйласын. Өмірімнің көркедің, сен не деген еркедің, саған деген сырымды ендігінге шертемін. Ойламаған жер еді, қол жетпесін сен едің, қайран өмір мұңайды көріп қимасын. Ұлың болсын оншақты, қызың болсын моншақты, енді өмір тек саған бақыт сыйласын. Ойламаған жер еді, қол жетпесін сен едің, қайран өмір мұңайды көріп қимасын. Ұлың болсын оншақты, қызың болсын моншақты, енді өмір тек саған бақыт сыйласын. Ойламаған жер еді, қол жетпесін сен едің, қайран өмір мұңайды көріп қимасын. Ұлың болсын оншақты, қызың болсын моншақты,
өмір тек саған бақыт сыйласын, ендігі өмір тек саған бақыт сыйласын. Рахмет құлеке. Бүгінгі кешіміздің қадірлі де құрметті қонақтарымен отырған сонау Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі Мұхтар ағамызды ортаға шақырып болсын деп бір ақ тілегін естуді жөн көріп отырмыз. Келіңіз аға. Құрметті ағайын туысқандар, бағана кеште Айтуар ағамыздың ресми шығармашылық кешінің ресми бөлігі өтті, оны тамашаладық. Өздеріңіз білесіздер, біз Қазақстанның Өзбекстан Республикасындағы елшілік атынан осында арнайы өкілдер келдік. Бірнеше адам елші арнайы өзі келе алмайтын болды. Сізге көп-көп сәлемін айтты. Сондықтан арнайы құттықтауын жіберді. Оны бағана ресми бөлікте оқып көпшіліктің назарына жеткізгеміз. Осы Айтуар аға сіздің сол мынау мүшәйраға қатысуыңызға біз елшілік тарапынан өзіміз қолымыздан келгенше көмек бергенбіз. Ең алдымен сол мүшәйра өтетіндігі жөніндегі хабар елшілікке келіп түскен. Осындай 7 елден жиналған ақындардың үлкен халықаралық мүшәйрасы болады деп. Содан осы Марат ағамызға хабарласып мәдени орталыққа сол кісілер осы Низамида Науаида мықты осындай ақынымыз бар деген өзіңізді ұсынған болатын. Мен тағы бір жігіт болды ғой деймін. Сол міне осы үкілеп, енді бізде осы елде жүргеннен кейін осы жақтағы енді ағайындарға бүйрегіміз бұрып отырады ғой. Үкілеп өзіңізді жібергенбіз. Сол үмітіміз ақталып, үлкен жеңіспен оралдыңыз. Бұл осы жақтағы Өзбекстандағы ағайындар үшін. Мұна Өзбекстанда отырғанына елшілік біздер үшін үлкен мәртебе болды. Ол енді біз орталыққа да хабарлап, осындай осы жақтағы ағайындардың арасында осындай үлкен шығармашылық жеңістерге жетіп жатқан азаматтарымыз бар деп біз мақтан етіп отырамыз. Сондықтан осы тойыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Шығармашылық табыс тілейміз. Үлкен биік белестерден көріне беріңіз. Мынау сіздің шығармашылығыңыз мынау бауырлас екі халықтың достығын, ынтымақтастығын артуына қызмет ете берсін дегіміз келеді. Осы қазақ-өзбек халықтарының туысқандығы жасай берсін. Осы достықтың, туысқандықтың, ынтымақтастықтың артуына, нығаюына үлес қосып жүрген сіз сияқты азаматтарға көптен көп рахмет айтамыз. Тойыңыз тойға ұласын, үлкен жеңістерге жете беріңіз. Барлықтарыңызға тойларыңыз құтты болсын ағайын. Той тойға ұласа берсін, қуаныштарыңыз құтты болсын. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Рахмет. Ал енді ардақты ағайындар, мәртебелі меймандар, мына күндізгіні бағана қанша адам сөйледі. Сондықтан да біз сол адамдарды әлі жеткізе алмадық. Бұдан да кейін қазір мына сөз сөйлейін деп отқан адамдар көп, өзінің бір ақ ниеттермен, ақ тілектермен келіп отырған. Сондықтан да сөз жалғастырамыз ағайындар. Шежіресі шерге толы ел дөстім, өлеңменің ерттеулі кербестім. Мен бар жерде өлеңсіре өлмейді, өлең бар да мен десіре өлмеспін деп ақын жырлағандай бүгінгі тойға келіп отырған ардақты апаларымыз, ардақты ағаларымыз аз емес ағайындар. Сондықтан да біздің мына ортамызда отырған, сонау Кенемек ауданынан келіп отырған Жанкүл апамызды, сонымен бірге ардақты ағамыз Полат аға Байымбетовті, сонымен бірге сонау Қызылдарыған, Құттарған, Қызылқұмнан келіп отырған Қыдырбай ағамызды, Қабыл ағамызды, Мықтыбай ағамызды, сонымен бірге Сабарбай ағамыз бен Ақбал апамызды ортаға шақырып, бұл кісілердің де бүгінгі мынау дүбірлі думанды тойға келген өздерінің жүрек жарды ақ тілектерін естуді жөн көріп отырмыз ағайындар. Келіңіздер. Әрине, осы топқа қоса отырып және Әли ағамыз бен Жұмәділ ағамызды ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Әли аға Шақпаев келіңіз. Мәдениет шіркін қожалығының директоры келіңіз. Жұмәділ аға. Құрметті қонақтар, бүгінгі мына тойға Айтуардың әлгі творчествосының 30 жылдығы өзінің енді осы отбасының барлық жақсылықтарына құтты болсын айтып, осы барлықтарыңыз келіп отырған от, келгендеріңіздің бәрі рахмет. Енді мен өзім
біреу бір кішкентай кітапта оқып едім да, 2010 жыл екен, өлмеппін әлі тірі екенмін дейді, бір маған саған кемпір айтады. Жасым 80-ге келсе де тойды тойлап жүр екенмін дейді. Енді Айтуаржан, осы жасым 80-ге келсе де тойларыңды тойлап, ойларыңды ойнағандарыңды көрейін, қызықшылыққа тойымдық бар ма? Мына құтты болсын айналайын, талаптарыңның бәрі. Енді ақындығың да барлығын енді мына өзімнен ешнәрсе шықпаса да біреуден естігендерімнен пайдаланатын әдетім бар. Өзі айта бермегесін. Енді мына бір Тұманбайдың 60 бір мерей тойында бір жас ақын сөз сұрап жатыр дейді, жас ақындарға сөз тие бермейді ғой сосын. Сонда жаңа Тұманбайдың несінде мерей тойына келіп айтып отқан бала айтады дейді. Асқар таудың шыңында ғой ақындардың мекені. Біздерде сол таудың етегі. Кімнің абай болғысы келмейді дейсің, маған Тұманбай болсам да жетеді деп айтады дейді. Сондай-ақ Айтуар айналайын. Абай болмадың, басқа болмадың демеймін, Айтуарлығың менен жетесің жаным. Өмір жасың ұзақ болсын, бақытың баянды болсын. Ұл-қыз ұрпағының қызықшылығын көріп, халықтың жақсы жырларын жырлап, күйлерін күйлеп, өзіңнің де осы заманымыз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, осы ылғи ғана жақсылықтарда бас қосайық. Өмір жеткенше бәріңнің қызығыңды көрейік айналайын. Айтып отырмын ғой жаңағы пайдаланып, жасым 80-ге келсе де той тойлап жүр екенмін дейді. Болмаса мен келмеді деп өкпелемейсің, өзім барып көрем ғой апам дейсің. Бірақ келгім келдім айналайын. Рахмет, сөз бергендерің ішінде. Кім біледі енді адам сөйлей береміз бе осында? Ассаламу алейкум. Ағайын туыстар, бауырлар, жерлестер, алыстан келген қонақтар. Жақсы сөз, жақсы тілек, жақсы ниет бәрі айтылып, тасып жатыр. Көзіңді аш, оян қазақ көтеріп асты, өткерме қараңғыда бекері жасты. Ер кетті, дін мүшкіл боп, хал қарап боп, қазағым енді жасқан жарамасты деген Дулат Мадияр Дулаттыңыз, Міржақып Дулаттың. Ал енді бір сөзінде бұлай депті, мен ақынға әдейі айтып отырмын оны. Мен өскен ойпаң жерге алас ағаш, емеспін жемісі көп тамаша ағаш. Қалғанша жарты жаным, жанға мен сенікі, пайдалан шаруаңа жараса алаш. Деген сияқты мынау шығарған кітаптардың бәрі пайдалану үшін берілген Айтуар жағынан. Сосын тағы бір де бұлай депті ғой. Мынау келген ағайындардың бәрі Айтуар інімізге көңіл білдіріп, өзінің тілектес екендігін білдіріп келіп отыр. Қымбатты уақыттарын бөліп. Сонда Әкім Ысқақ бұлай деген екен. Бұл фаниде қашандай көңіл қымбат, өмір қымбат, адамдық сенім қымбат. Барлығы да дүние, бәрінен де байлығы да дүние, бәрінен де көңіл қымбат, ағайын көңіл қымбат деген екен. Сол сияқты көңілдеріңізге рахмет. Ал енді мынарада сыйлы қонақтар отыр. Марат келді Өкібаев, одан кейін Карима қызымыз келіп отыр, айтыскер. Одан кейін Дүйсен ініміз келіп отыр. Мен осы шығармашылық жолындағы жастарға, достарға, ақындарға өркендерің өсе берсін, шығармашылықтарың табысты, жемісті болсын деген тілек білдіргім келеді. Одан кейін қонақтардың бір сөзінде былай деді. Біз тілі, діні, мәдениеті салт сақталған елде кездесіп отырмыз дейді. Шындығында 1977 жылы Тамдыға Бауыржан Момышұлы атамыз келген уақытында қайтып барып, елдің сыйын құрметін көріп сонда былай деген екен. Мен бір аралға барып келдім. Қазақтың дәстүрі, салты, тілі, мәдениеті бәрі сақталған деген сияқты. Қарақтарым, мұны мен Карима сияқты қыздарыма айтып отырмын. Өйткені біздің елдің азаматтары бұны білер. Екінші көп тілек айтылды. Енді мен бір өзім қарап жүрмей аздап бір өлеңде жазатыным бар. Сондықтан кім айтып барау, сенің шығармашылық жолыңның бәрі
осы неде айтқанмын деп ойлаймын. Сондықтан оқып беруге рұқсат етіңіз. Айтуарға тілек осы өлеңде бәрінде айтылған. Енді інім саған табыс тілеймін. Сен өзің алыс емессің, жақын жігітсің. Оны мына көпшілік отырғандар мына шыққанымызды өзі білдіріп отырған шығар жамаз. Мерекең құтты болсын, ақын інім, көп болсын алда сенің шалқыр күнің, шырайлы, әсем көркем жырларыңмен көтерсен тау елібай жыр күмбезін. Шабыттың шалқарында еркін жүзіп, жиғайсың інжу маржан сөз түрлерін. Жұлдызың жана берсін сәуле шашып, жарқырап, жыр өлкеде қалсын ізің. Оза бер сайыстарда бағың жанып, танытып шар тарапқа таудың елін. Мақтаныш етпек абзал әрқашанда жеңімпаз жүлдегері жыр жүйрігін. Жалпақтау мәңгі мекен бабамызға тербеткен құшағында жыр күмбезін. Әруағы Балқыбазар қолдай берсін жүлделі сазгерлер мен сөз зергерін. Ұмтылмас өмірзақтай дара ақындар тау өні мақтан етет айтуарын. Мақтан сен мақтанарлық ұлың болса, атағын мәшһүр еткен байтақ елдің. Тарихи тау елібай туын тіккен қасиетті ана топырақ бір мекенім. Ақындық Алла тағала аманаты, ардақта ақыныңды азат елім. Енді кімге айтуарға бір аманат, тапсырық. Мен кеше 7 январ күні Қызылордадан хабар алдым. Биыл қараша ноябрь айында Балқыбазар атаңның 170 жылдық мерекесі өтеді. Мен сен туралы факстен 8 күні азаматтар туралы бердім. Жақсы, бабаңа арнап жыр ма, одама, арнама жазуыңды өтінем. Рахмет сіздерге тыңдадым. Ойбай, мен маған шапан жауып отырмын, мен саған шапан әкелдім. Айтуар інім, барлық жақсылығың, тойларың құтты болсын. Қысқарақ сөйлейік деймін да. Мен бір өлеңіңді оқып берейін. Қырға қарап өскенмін мен, өрем күн, соның нұрлы шуағына бөлендім. Қырқадағы қызғалтақпен жарысып, алып ана табиғатты тел емдім. Мен дегенің жазылмаған өлеңмін, не де болса алда бәрін көрермін. Қалайық, бұл өлеңді Айтуар 17 жасында жазған еді. 75 жылы Пионер журналына шығып еді. Фариза Оңғарсынованың бастыруында. Мен неге айтып отырыппын бұны? Айтуардың бұл өлеңін байыптап қараған адамдарға көп нәрсені беретіні белгілі. Кеше ғана енді мінекей менің де титтей мұңым бар деген кітабы шығып отырыпты. Оқып көрсең, оқушыларына, оқырмандарына бір мұңлы да, бұлыңғыр, бұлдыр, бірақ сағымдай мөлдір бір көңілінде күй қалдыратындай кітап екен. Ал енді мен Айтуардың ендігі шығармашылығына меніңде шыққан, меніңде шығар шыңым бар деп жырласын деп тілек білдірейін. Рахмет. Құрметті Айтуар інім, мен бөкең сияқты ақын емессің дегенмен сонау алыстан енді сені бір құттықтап қайтайын деп келіп едім. Міне бүгін бір жігіттің басына татитын құрмет, бір жігіттің басына татитын алғыс алып атсын. Әрқашан ұзағынан сүйіндірсін. Мен осындай інім барлығына мен қуаныштымын, мақтан жетемін. Әрқашан отбасың аман болып, тағы бір жүлделі табыстарға жете беруіңе тілек білдіремін. Құрметті Айтуар жерім, міне бүгін бізде нағашыларында үлкен қуаныш. Міне сенің арқаңда Навайы облыс
облысы бойынша осынша қазақ бар екендігін дүниеге танытып, Сарбел ауылының азаматының екендігін, біздің Базар атамыздың атын қайтадан қозғалып жатыр. Міне өзің Маябас бабаңның аты қозғалып жатыр. Міне сенің жырларыңның өзінде әрбір талантыңда, шабытыңда Маябас бабаңның батырлығы бар. Базар атаның дүр айтқан жүйріктігі бар. Соның барлығын көрсеткесін сен. Міне осы талантың бұдан да жоғары өрлей берсін. Жаңа Полат ағаң айтқандай, сол кісінің шығарған шығармасындағы не тілегі болса қабыл болсын, Алла қабыл болсын. Бұдан да кейін шыңнан шыңға шыға бер. Сенің ақыңды біздер мақтан жүре берейік. Маған да сөз келді ма? Мейлі, ассаламалейкум ағайын, туысқандар. Міне бүгін бұл той тек біз мектеп бітірген міне Садуғасақ Алиев отырыпты, менің ұстазым 1-ші класстан. Ол 5-ші мектеп үшін емес бұл той. Бұл Жаңағазған үшін емес. Бұл осы Тәуелбай елі үшін болып тұрған үлкен той. Бұл тойдың бұл бастамасы. Бұл 1-ші той айналайын Айтуаржан. Мәртебең бұдан да ұлық бола берсін. Шыңдардан шыңға шыға бер. Тиіттай мұңың жоқ сенің, тиіттай шыңың бар әлі. Енді қалқыма да тілейтінім осы. Сіздердің барлықтарыңызға осы бүгінгі үлкен тойменің шын көңілден үлкен алғыспен құттықтаймын. Бұндай тойларымыз енді бұдан кейін бұл бастамасы болса, продолжация етіп кете берсін. Міне қараңыздаршы, тек Тәуелбай елі емес, Үшқұдық, Навайы, Зарапшан емес, бұнда Ташкент, мына жағы өзіміздің Қазақстаннан келіп отқан қонақтарға қараңдар. Ташкенттен келіп тұрған үлкен қонақтарға қараңдар. Рахмет айналайын. Мәртебең бұдан да ұлық болсын. Халқың үшін қызметің кете бер, кітаптар көбейе берсін. Біз әрқашан қызметіңе сенің қолдап қуаттауға дайынбыз әрқашан. Рахмет өріне ағалар, апалар, сау болыңыздар. Сіздердің отбасыларыңызға аман тілейміз. Рахмет өріне балдарымыз, құрметті ағайындарымыз, қадірластарымыз, сөзге дейін жалғастырамыз. Және бүгінгі тойымыздың сонау Қарақалпақстан ел атынан келіп отырған құрметті әзім имамларымыздан Марат ағамызды, Клара, Қалжан, Света деген құрметті қонақтарымыз ортаға шақырып, бұл кісілердің ақ тілектерін естуді жөн көріп отырмыз. Келіңіздер, сөзге сіздерге ағайындар. Ал Айтуар күйеу баламсың. Міне бүгін алыстан, жақыннан келген туған туысқандар бәріміздің басымызды қосып отырған мына менің күйеу балам Айтуар. Міне осындай дәрежеге жетуіне атқанда қалай қуанбасқа болады. Адамдар сол отырған жерінде өлең жазып, шумақтарын тоқып, әммесі барлық құттықтап жатыр. Бізде сол Қарақалпақстан ел атынан дуай-дуай сәлем алып келгенбіз. Айтуарды Қарақалпақстан Республикасында білімлендіру саласында жұмыс істеп бастады. Міне содан бері білеміз, талай-талай жарыстарға қатынасты. Қарақалпақстан халық шайырлары Ибраим Юсупов пенен Шабдырбай Сәлиев, Төлепберген Қайыпбергенов сияқлы атақты шайырларменен бірге кешелерде қатынасып, өзінің өлеңдерін оқып, тәжірибе топлап, міне сондай дәрежеге жетіп отыр. Арадан міне 30 жыл творчествалық жұмыс істеп, халықаралық аренаға қатынасып, жүлделі орын алғанына міне бәріміз қуаныштымыз. Ең дәслепкі творчествалық жұмысында Сағыныш атты қосықла топламын Қарақалпақстан Республикасының білімлендіру баспасында шығарды. Міне бұл да біздер үшін үлкен қуаныш, мақтаныш деп білемін. Мінекей барлық Қарақалпақстанды туған туысқандар атынан, шайыр жазушылар атынан Айтуарды бүгінгі мерекесі менен, жүлдесі менен шын жүректен құттықтап, бұдан кейінгі табыстар тілеп творчествалық ісілерінде қалемің өткір болсын, биік-биік шыңларға шықсын. Құдайым сіңлім Сара менен өсіріп атқан перзенттердің қызығын теңдей көріп, денсаулығың мықты болып, бұнан да не деп айтамыз?
бүкіл аренадағы барлық континент аренасында да бірінші орынды алғайсын. Сау болғайсыңдар. Әмменізге рахмет. Айтор аға, Сарапа, дастархан жайып атырыз, қуанышлы күндеріңізге шерік көп отырмыз. Құтлы болсын, Құдайым мәртебеңіз аса берсін, бақытыңыз шатпасын, дәулетіңіз қайтпасын. Жақсы күндеріңізде жақсы ниетке ұшыраса бергейміз. Жақсы күндерде ұшыраса бергейміз. Қаралпақтың атынан, өзімнің атынан құттықтап қоямын шын жүрегімнен. Біздер Қарақалпақ шапанын алып келгенбіз. Рахмет, сау болыңыздар, саламат болыңыздар. Алағайын биге шығыңыздар. Іздеп көп күткен, арман боп кеткен, қар жамылған боп жайқалды. Жапырақ сонда төгілген жолға, сол күннен артық күн бар ма? Алмабақ гүлдегі біз жүрген күздегі жарасып сұлу бір гүлдері. Алмабақ гүлдегі аққу құс гүлдегі айдынды сулар тербеді. Жарасып сұлу бір гүлдері, алмабақ гүлдегі аққу құс гүлдегі айдынды суларды тербеді. Алмабақ гүлдегі біз жүрген күздегі жарасып сұлу бір гүлдері, алмабақ гүлдері аққу құс гүлдегі айдынды суларды тербеді. Жайқалған бауды көрейін, самалы ескен, ғажап бір неткен, ашықтар аңсаған көктем. Алмабақ гүлдері біз жүрген күздегі жарасып сұлу бір гүлдері. Алмабақ гүлдері аққу құс гүлдегі айдынды суларды тербеді. Алмабақ гүлдері біз жүрген күздегі жарасып сұлу бір гүлдері. Алмабақ гүлдері аққу құс гүлдегі айдынды суларды тербеді. Баршаңыз биге. Алмабақ гүлдері біз жүрген күздегі жарасып сұлу бір гүлдері. Алмабақ гүлдері аққу құс гүлдегі айдынды сулары тербеді. Хоп, қане! Баршаңыз биге.
болдым, sen туралы ән жазатын болдым. Ben seni ойлап азатын болдым, sen туралы ән жазатын болдым. Тоқта қарындас, жүрегіңді бас, тоқта қарындас, жүрегіңді бас. Bir sır айтпасам, көңіл ашылмас, bir sır айтпасам, көңіл ашылмас. Хоп! Өзіңе ғана тоқталар мекен, арманым менің ақталар мекен. Өзіңе ғана тоқталар мекен, арманым менің ақталар мекен. Тоқта қарындас, жүрегіңді бас, тоқта қарындас, жүрегіңді бас. Bir sır айтпасам, көңіл ашылмас, bir sır айтпасам, көңіл ашылмас. Хоба! Ауады жүрек өзіңе қарай, көңілім саған асыққан талай. Ауады жүрек өзіңе қарай, тоқта қарындас, жүрегіңді бас, тоқта қарындас, жүрегіңді бас. Bir sır айтпасам, көңіл ашылмас, bir sır айтпасам, көңіл ашылмас. Іште қалама, оралып келші менің бағыма. Айтылмай сырым, іште қалама, оралып келші менің бағыма. Тоқта қарындас, жүрегіңді бас, тоқта қарындас, жүрегіңді бас. Bir sır айтпасам, көңіл ашылмас, bir sır айтпасам, көңіл ашылмас. Qazaksın, men qazaq, ikimiz de qazaqpız. Əyyil alsan qazaqdan, qutularsın azapdan. Əyyil alsan qazaqdan, qutularsın azapdan. Ay, na 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 na. Düşüdен қыздар өтер, жеңіл көрсе көздерін көңіл өтер. Қыздар өтер, көшеден қыздар өтер.
жүрегі жүр бағынбай. Көшеден жегіп өтер, қызды көрсе көздерін қысып өтер. Жегіп өтер, көшеден жегіп өтер, қызды көрсе көздерін қысып өтер. Астапурай, апурай, одариғай, сол қыздардың бәрі де ақындар-ай. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Көшеден шалдар өтер, кемпір көрсе сақалын сыйпап өтер. Шалдар өтер, көшеден шалдар өтер, кемпір көрсе сақалын сыйпап өтер. Астапурай, апурай, одариғай, сол қыздардың бәрі де ақындар-ай. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Көшеден кемпір өтер, шалды көрсе елін кемсеңдетер. Кемпір өтер, көшеден кемпір өтер, шалды көрсе елін кемсеңдетер. Астапурай, апурай, одариғай, сол қыздардың бәрі де ақындар-ай. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Кеш жарық құрметті қонақтарымыз, мынау ақ тілекті, ізгі ниетті аудандармен жалғастырамыз. Сонау Үшқұдық елді мекенінен келіп отырған бір топ қонақтарымызды шақырып, бір жақсы тілегін есіткенді жөн көріп отырмыз. Қайырбай, Сәуірхан, Қайрат, Жақсылық деген қонақтарымызды шақырамыз. Келіңіздер ғанеге ақ тілектің, ізгі ниеттің кезегі. Енді мынау сіздерді. Қошеметтеріңіз ағайындар. Құрметті қонақтар, құрметті Айтуар достым, біздің құрдасымыз, міне ақындық, жазушылық, өнер, ақындық өнер соның ішінде. Қазір қарап отырсаңыздар көбейіп кетті, ақында көбейіп кетті, жазушыда көбейіп кетті. Бірақ дегенмен, ал сол ақындық әркімге қона бермейтін нәрсе, Алланың ол тек Алланың сізге берген бір сауғасы десек болады, подаркасы ғой. Әркімге қона бермейді, барлық адам ақын болғысы керек, бірақ оның бәрін бір қолына бермейді. Айеке, сізге міне Алланың берген бүгін дарыны үлкен жеңісі құтты болсын демекшім, мәңгілік болсын демекшім. Міне әдепкі жеңіс, мұны талай бізде жаңа Өмірзақ Қожамұратовты білеміз, жақсы ақындарымыз, жазушыларымыз өткен, бірақ уақытында ешкім соның қадірлеп білмеген. Ал енді бүгінгі қауымға үлкен рахмет. Осы Айекеңді құрметтеп, қадірлеп, оның үстіне Айекеңді өзін ұстап тұтуының өзі бір не ғой енді. Бұл дарынды адамдарды білесіз, көбірек арақ ішеді, басқа болады дегендей, сый құрметті көтермей қалады кейде. Сол үшін сіздің кішіпейілдігіңіз, сіздің сол нәрсені көтере білуіңіз жүкті нар көтереді дейді ғой. Сол айтқандай, сол міне соны мына абыройды әрі қарай ұстай біліңіз, жалғастыра беріңіз. Міне осы биыл 10 жылы үлкен бір жемісті жыл болды. Мынау осы ортада жасап жатқан қазақ ағайындар үшін. Міне біздің Сержан деген ініміз Астанаға барып бірінші орын алып келді. Оның да хабарларыңыз бар. Міне біздің Айтуар достымыз бұл да бірінші орын алып келді, Алматыға барып. Бұның бәріне себепкер, ұйытқысы, ұйымдастырушы біздің Төребай ағаны білесіздер ең бастан. Міне осы кісінің арқасында міне мәдени орталық елшілікпен біргелікте қарым қатынаста жақсы істеуінің арқасында осындай жігіттерімізді біз ортаға алып көрсетуге жетісіп отырмыз. Төге сізге үлкен рахмет, халықтың атынан рахмет айтамын. Осындай жігіттерді таңдап алып, ішімізден соларды құрметтеп, халыққа көрсете білейік. Ал енді Айеке, тағы бір мәрте құттықтаймын. Ал енді жаңағы
айтып жатыр ғой, міне ертең біз осы Айекеңмен біз баяғыда суретке түскенбіз, 30 жылдығына қатынасқанбыз деп мақтанып жүретін болайық. Қазір енді Шәмші Қалдаяқов екінің бір мақтанып жатыр ғой, баяғы бір Кестесібек Тұрыбек дегендей. Алла мені сол күнге жеткерсін. Сізге бақыт тілеймін. Енді ғана 30 жыл болса ештеңе емес екен, әлі деп жатырмын да. Әлі тағы бір 40 жылдай осындай қызмет етіңіз. Ішіңізде көп нәрсе бар, соны шығарыңыз. Мынау жаңа ақынның сөзі өлмейді дейді ғой. Дүниедегі барлық жақсылық тілеймін. Ал енді біздің ұшықта ақын көп, 3 ақын әкелбек бүгін. Біреуі жаңа бір жұмысымен шығып кетті. Сауырхан деген інім бар, бағана Шөкең оқыды ғой. Шапанын жауып не қылып Шөкеңе беріп. Сауырхан інімде бір оқитын өлеңі бар. Бір историяны айтып берейін сіздерге. Сауырханның әкесі 2 некелі болған. Бірінші әйелінен 10 қыз болған ғой, 10 қызы болған. Сонан жаңағы апаларымыз үйлендірген ғой әкесін. Мына қыздарым ертең төркінсіз қалады, мен тағы бір әйел алып берген, жас әйел алып берген. Сонан Сауырхан жаңағы кейінгі жаңа жеңгемізден 10 бала туған ғой, бір қыз емес 10 бала туған. Сонда жаңағы апай шешесі, бірінші шешесі қайтыс болғанда жаңа апай жоқтап жатыр дейді. Өзі арыз тегінде бар да бұлардың. Үстіне әйел алдырған, біздерге төркін қалдырған деп жаңа жоқтап жатыр дейді жаңа апайды. Әжесін, анасын. Сол айтқандай сол жерден шыққан Сауырханда бір тілегін айтсын. Жаңа Шөкең айтып еді. Ассалаумағалейкум. Міне жүрсер қауым. Бүгін міне бір Набайының ортасында бір жақсы жергешіне көбіл осыздар. Бәріңізде мынау айтуармен мақтанып атсыздар. Ал бірақ айтуар сіздермен мақтанып отқан байқап отқан жоқсыздар көбісі. Сондай айтуар. Міне сіздер айтуармен мақтансаңыздар, айтуар сіздермен мақтанып атыр. Осының бір жақсы куәсі болып отырмыз. Айтуардың әрқашанда қаламы мұқалмасын, мынау жазған кітаптары қалыңдай берсін, денсаулығы мол болсын. Өзі айтуарға танытып болған ақынның біреуі мен едім. Өзін іздеп келдім мен. Кітабын алып, соған айтуар риза болған шығар. Кеше хабар жіберген екен, сонымен кеп қалдық. Айтуарға арналған. Және бір Қайрат деген інісі бар еді, Ахметов. Ол енді өзгерсе келер қазір. Жаңа қақың айтып кетті ғой. Айтуар енді жыр. Ал енді құрметті қонақтар, сіздер ұқсат естеңіздер, айтуарға арналған жырым шумақтарын оқып берсем. Білесің сен, ақындар асқақ қалық, жігерсізді жырыңмен жасқап қалып, оқы жырды айтуар оқы жырды, бағалық жыр жүрекке тастап қалып. Жалған дейміз өмірді, жаным жұтаң, өмірімде мен үшін жырым құтан, жырымызбен өмірді ұзартайық, созғылайық ғұмырды бірақ тұтам. Арқалы ақын айтуар арамызда, қызуымен жырдың біз жанамызда, жан дүниеңде тербейтін толықтатын, қалдырайық өлмеш жыр баламызға. Оқы жырды айтуар ақсың өлең, көңілдердің сезімін жақсың өлең, пенделіктен біздерді аршып алып, шаңымызды солай бір қақсың өлең. Қыран дауыс көгімде саңқылдасын, саңқылдасын жасында жарқылдасын, баста олған кеуденен жыр бұлағың, тынбай ақсын мәңгілік сарқылмасын, тынбай ақсын мәңгілік сарқылмасын. Қабыл ал. Және мынау Қайрат келе алмай қалды. Қайраттың мынау ағасына арналған жыр нелері бар екен, соны тапсыруға, және Қайрат екеуміз атымыздан шапан тапсыруға рұқсат етті. Ақ тілектеріңіз үшін мыңда бір алғыс, сіздердің де үйлеріңізде тек қана той болсын дейміз. Қошеметтеріңізді аямаңыздар ғанеке. Ендеше құрметті қонақтарымыз, той думанымызды одан әрмен жалғастырамыз. Мынау бүгінгі тойымызға сыйлы қонақ болып келіп отырған, сонау Ташкенттен ат терлетіп келіп отырған Анар Нәлібаева әпкемізден тамаша бір әндер естісек. Бүгін той
бақтабайық, бапшабайық, қосылып бүгін міне ән салайық. Нәлібаева Анар әпкеміздің орындауында тамаша бір әндері болады. Қол соғып, қошеметтеп қарсы алайық ағайын. Баршаңызды ортаға биге шақырамыз ағайындар. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда тағы да ән шырқауға тура келіп тұр. Айтуараға қуаныштыңыз құтты болсын. Әрине, мынау адам өмірге келгеннен кейін өмірдің ағымына қарай әртүрлі кезеңдер кездеседі екен. Кейде қуанышы бар, оның жаңағы қайғы қасіреті бар деп, оның бәрі мына өлеңінде көріп жатырмыз. Жақсы тілектер болып жатыр. Бүгінгі тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынып, осы Сара жеңгеміз бен Айтуар ағамыздың босағасында қалсын. Қалған тілектер ән арқылы жеткізбекшімін. Қанша дегенменен өмірде, қанша өмір жасасаң, сол өміріңдегі таңдайыңда тәтсіз қалдыратын бір жақсы күндерің болады дейді. Мен ойлаймын, бүгінгі күн, бүгінгі қуанышыңыз сіздің таңдайында тәтсізін қалдырды ғой деп. Арманай деген әнді тарту етпекшімін, қабыл алыңыздар. Айтуараға жеңгеміз екеуіңіз билеулеріңіз мүмкін. Екеуіңізге арналады.
Рахмет. Және өзімнің сүйіп орындайтын мойныма таққан тұмарсың деген ән бар. Сол әнді тарту етпекшімін. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Не алдыңыз? Жарайды. Айтуар ағаның өтініші бойынша қырғыздың қалғаны қызыл гүлмай. Ортаға шығып билеулеріңіз мүмкін. 15. 16. Баг içinde tursun gülüp jayılap, bajırayған көздөрүң қалды қарбап, байқабадым жаныңнан өтіп жатсам, бажырайған көздөрүң
suyum ay, kızıl gülüm ay, ay kızıktırdın ay, ay ardak gülüm ay, appak suyum ay. Күліңкіді тұрысың күлік жайлап, көңіліңді қойдың маға арынап, çok төбеде гүлдерің күйіп барат, гүлдеріңді солытпай мені аяп. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, ардақ гүлім ай, аппақ сүйім ай. Қызыл гүлім ай, ай қызықтырдың ай, ай ардақ гүлім ай, аппақ сүйім ай. Сонамаз болып тербелемін, елесіне аппақтаңын теңкелемін. Албайын деп қоқышуда чөчіп көтім, ақбаланың арт жағынан мен келемін. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, ардақ гүлім ай, аппақ сүйім ай. Қызыл гүлім ай, ай қызықтырдың ай, ай ардақ гүлім ай, аппақ сүйім ай. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, ардақ гүлім ай, аппақ сүйім ай. Қызыл гүлім ай, ай қызықтырдың ай, ай ардақ гүлім ай, аппақ сүйім ай. Балғар әні долу начелине. Как слова мой видят, долу на пчелине, маму, долу на пчелине. Как слова мой видят, маму, как слова мой видят, долу на пчелине, маму, долу на пчелине. Долу, 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 долу на пчелине, эй, долу, 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 долу на пчелине. Долу, 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 долу на пчелине, эй, долу, 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 долу на пчелине. Синсуман разрешите, маму, катите много. Белоризец пуште маму, кате бел трандафил. Синзуман разрешите маму, кате теме много. Белоризец пуште маму, кате бел трандафил. Долу, 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 долу на пчелине. Эй, долу, 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 долу на пчелине. Долу, 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 долу на пчелине. Эй, долу, 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 долу на пчелине. Иди я попитай, маму, иди я попитай, дай лишь ты мне взять мне маму, дай лишь ты мне маму. Иди я попитай, маму, иди я попитай, дай лишь ты мне взять мне маму, дай лишь ты мне маму. Долу, 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 долу на пчелине, эй, долу, 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 долу на пчелине. Долу, 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 долу на пчелине, эй, долу, 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 долу на пчелине. Долу, 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 долу на пчелине, эй, долу, 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 долу на пчелине. Рахмет. Рахмет, әне сау болыңыз, саламат болыңыз. Рахмет. Ал енді ардақты ағайындар, мәртебелі имандар, шамал уақыт отырып тұрыңыздар, сөз сөйлейтін адамдарымыз көп ағайындар. Үлгере алмай жатырмыз. Енді біз ортаға мынау біздің жергілікті ақындарымыз, ақын ағаларымыз, апаларымыз аз емес, сондықтан да осы ортаға бірінші мынау соны аудандық емхана бөлімінен келіп отырған Бостан апамызды, ақындарымыздан Ақшагүл апамызбенен Наурызбай ағамызды, сонау Саржал ауылынан келіп отырған Қалдау ағамызбен Қалжан апайды ортаға шақырып бұл кісілердің де ақ тілектерін естуді жөн көріп отырмыз ағайындар. Келіңіздер, сөзге келейік сіздерге. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, бүгінгі кеш қатынасшылары, құрметті Айтуар аға, Сарапа. Мына кісілер енді мәйлі Айтуар ағаны қарап отырмыз, уақыттан ұтайық қазғантай. Сіз жеткересіз ме, видео бар ғой. Мына Айтуар ағамыз ортамызда жүрген Сара ақынымыз, осы кісінің көп елімізде жақсылықтарға қызмет қылған үлкен қызметтері бар. Сол үлкен кештерді бастар алдында ең бірінші айтатын сөзі Төлеген ағамыздың бір өлеңі бар еді, соны оқитын еді. Бір тойым болатыны сөзсіз менің,
дәл қашан болатынын айта алмаймын деп. Міне сол Айтуар ағамыздың мұраты да, мақсаты да осы өлең арқылы халыққа танылып, қазағымыздың көгінде, еліміздің көгінде поэзияменен биікке өрлеп, халыққа танылу, бүкіл дүниеге елді таныту көзі арқылы халықтың атын шығаратын бағана Қазақстандық апайымызды айтып өтті ғой, мынау ақыны я батыры деп. Сол міне мақсатына, мұратына жетіп, бүкіл дүниеге келмек елінен, Тәуелбай елінен шығып, танылып отырып, халыққа сол өзінің қуанышын бірге бөлісіп отырыпты. Апай, қуаныштарыңыз құтты болсын. Ағамыздың осындай өнері өрге баса берсін. Поэзияның көгінде бұдан да жарық жұлдыз болсын. Елімізге мықты азамат болып, халқымыздың қуанышын бірге бөлсіңіздер, біз де сіздермен бірге болайық. Тойларыңыз құтты болсын, әрдайым осы тойларымыз Айтуар ағаң жүрсін, жан басында осы халқымыз қаумалап бірге жүрейік. Рахмет. Қымбатты қалайық. Азаннан бері ертерек бергенде болатын еді. Мына ақындардан кейін біздер не сөйлеуімізді білмей қалдық. Өзі 3 күннен бері дайындалып жүрек, біраз әңгіме айтамыз деп онымыздан дайырлап қалдық. Қалиялы халқым барлық жақсы тілек қой. Баяғыда осыдан 2 жыл бұрын календараға дегені көріп едім. Өзі мынандай ғана да аты календар. Марқұм жатқан жерің жайлы болсын, сол кезде айтып едім, ақсақал атыңыз календар, қайтып мына 12 ай үстіңізге сыйып жүр деп. Сондай-ақ Айтуаржан кеше киттай бала еді, мына әңгіменің барлығы, мына тілектің барлығы қаяғына сыйып жатыр екен деймін. Айтуаржан маған кешірек берте өкпелеп тұрмын. Бір хат барғалы жиналып жатқан сөзімнің бәрі айтылып болды. Дым қалмады ішім, толып тұр еді. Дым жоқ. Ынтығып тұрмын. Жаңа Каримажан бір әңгіме айтты. Қазақстан бойында, Өзбекстан бойында, Навай облысының қазақтарының тілі, ділі, тазалығы өте басқаша екен деп. Біраз сол мен біраз не қойды, көтеріп қойды, бір қуаныш біраз көтеріліп қалдым. Жаңа әңгіме босап қалғаннан кейін мазам болмай отыр еді. Каримажан рахмет. Шынында да біз бүтін дүниежүзі қазақтарының ішінде Навай облысының қазақтары сондай. Тазалығы да, имандылығы да, ибалығы да сонымен мақтан аламыз. Үлкен рахмет саған, бас ием. Ал Айтуаржан, мен өзім айтып едім ғой баяғы календар ағайға. Өзіңіз мынандай ғана 12 ай қайтып сыйып жүр деп. Саған да Құдайға шүкір, міне мынанша тілек, мынанша жүрек, мынанша дарын, осының бәрі саған жарасып ақ тұр. Мен ақында болғым келеді, ұшқышта болғым келеді, қолынан дым да келмейді. Бәрінізден құрғағанмын. Енді ақын болғым келіп тұр, дым да болмайды екен. Мен ақындарды үлкен бір теңізге есептеймін, үлкен океанға. Ал бұлардың дарынын төбелесіп атқан толқындарға санаймын. Менің сен сол толқынды өмір жеңгейсің. Міне бәрі айтып жатыр, Айтуаржан, Айтуаржан. Неге менің сарам айтылмайды? Айтуаржанды Айтуаржан қылжа менің сара докторым шығар. Сара доктор, айналайын, бас ием жаным. Азаматты азамат етіп, азаматты жетектеп жүретін әйел. Мен бас ием жаным. Осы жақсылықтарыңа жақсылық қоссын, дарындарыңа дарын қосылсын. Құдайдан тілейтінім барлығыңызға амандық, саулық. Қай кезде отбасының амандығы, отбасының саулығы болса, жұмыста да дарынды адамда болады. Өсе бер жаным. Бәр тілегімді айтып қой, ішім босап қалды. Ішімде әлі көп нәрсе бар. Бақыт тілеймін, амат тілеймін. Барлығыңызға да Құдай осы қоян жылындай секіріп, әп-әдемі болып жүргендеріңізді тілектеспін. Рахмет. Айтуар аға, Сара жеңше, міне бүгінгі мына жасап жатқан тойларыңызбенен құттықтаймын. Әрдайым осы асқар шыңдардан, биік мәртебелерден көріне беріңіз. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Мына Ибапан бағана сөйлеп кетті ғой, әрдайым біздің жақындығыңызды, ақындығыңызды біз мақтаныш етіп жүре берейік. Сіздің осы абыройыңызбенен, мына мақтанышыңызбен біздердің төбеміз көкке жетсін. Мына Сара жеңшем екеуіңіз балдарыңыздың қызығын көріп, мына өмір, Құдай Алла сыйлаған өмірді бірге жасап, бірге қартайып, өмірдің қызығын көре беріңіздер, биік шыңнан көріне беріңіздер. Құтты болсын және тойлар. Мына бағана бір жазылып еді, бізде бір класстасыңыз бар еді, бірге келген. Мен де сөйлеуім керек деп, қазір оқылмағанға шықпай отырып, Злиха, кел сен де біздер қайтып күтіп отырмаймыз, бірден кел. Кел, Өтебек екеу. Ардақты ағайын, бүгінгі мына біріншіден қуаныш құтты болғай. Ал енді бүгін ақындардың бағы жанып, шабыты ақтарылып жанған күн, Айекеңдей мықтағамыз қуаныштан сонау көкке барған күн, ақынның тілінен бал тамған күн.
Сондықтан бүгінгі той және де құтты болсын. Айеке шыңға тартып, шалқар шабыт, жырма егін жақтыңыз, мәрмәрланып, өлең сөзді өрбітіп, өршеленіп, жыр жолында кеттіңіз, заңғарланып. Музарт, муза, мызғымас, мұра болғыр, кәусәр сезім бұлағы, тума, мөлдір, айеке, шабытыңыз шау тартпағай, шапшып көкке тұрғанда құлагер жырып. Деп отырып, бүгін мұна ақындардың тойы, мен бағана айтыстан алдын бір ақындарды қайрау деген өлеңді оқымақшы едім, ақындарға арнап, сондықтан қайрау. Жаныңның аршып, бар қырын, асылдың қолдап алтынын, елестетіп өт жырыңмен найзағайлардың жарқылын, тобалдың ашық тай салмай, ақынсың бей жарқыным. Сонан соң күндей күркіреп, аспанды анау бір тіреп, аждақадай кәрленіп, аузыңды ашып, бүркіп от, дүркіреп алда, дүркіреп, дүниені мұнау сілкіп өт. Сарқырамадай, сарқырап, телегей, теңіз, шалқып ақ, бұлттайын бір сәт түнеріп, күндей шық бір сәт жарқырап, шырқау биіктен шыңғырып, шыңырауға сонсоң алқылап. Бақылап жатпа, бақылап, жұмыр жер кетсін қақырап, өртеніп кетсін дүние, өртеніп кетсін атырап, өртеніп тұрып жұрықы, өзекті өртесең мақұлап. Толғана келе жанбасаң, долданып сонсоң толмасаң, абайша дертте шалынып, махамбет өртті шалмасаң, киелі әлемнен садаға кет, сен ақын бола алмасаң. Рахмет. Ақындардың бағы жанып, көңілі судай таси берсін. Міне осы Айтуаржан адамдардың бәрінің іші толып, жарылуға келген екен шүкір. Сенің арқаңнан міне осы ақынды да, батырды да, осы ғалымды да біз құсаған аналар тапқан шығар. Біздер көптен күтіп қалдық, өзіміз үлкен 75-76-ға келген кемпірміз, Айтуардың кіндігін кесіп, кірін жуған ауылдағы анамыз, былайынша айтқанда Айтуардың анасымын деп есептеймін мен. Міне Айтуаржан, мына жаңа қазған елінің туды бітті, кіндік қанын тамған балам, менің баламменен 10 жыл, 15 жыл бірге оқып, асық ойнап, бір нанды бөліп жеп жүрген шын досы, балам келемай қалды. Сол үшін сәлемдемесін жеткізуге бағанадан бері мен күтіп қалдым. Не деймін айналайын саған? Құдай саған осындай бақыт берген екен. Біз сенің анаң қатары қуанып отырмыз. Алып анадан ат биеден нартаяқ туа бермес әр түйеден деген. Айтуардың тегі шынында осынша халық жырлап айтып отқаны қараға тек емес айналайын. Ата-анаңда бір аунап түскен шығар. Не деймін саған? Кеудең тола бауыр болсын, арқаң тола жауыр болсын. Құлағыңнан сыбыр кетпесін, төбеңнен дүбір кетпесін. Бағың жансын, ердің жасы 50 дейді. 50 саған іш нәрсе емес. Менің екінші, үшінші балдарым енді 50-ге жақында батыпты. Саған бұнан да бетер үлкен кітаптар жазуға, халықты жырлауға, соған тілектесіп айналайын. Бағана бір сөзіңде менің қасымда Жанділла береді. Жанділладан ұялдым, жылап отырдым. Неге десең, сен Қазақстанда, Қарақалпақстанда, Ташкенде оқып, қандай қиыншылық көріп жүріп, ауылға келіп, аунап, дуалдың төрт бұрышына қарап, ауылдың төбесімен, қырына төбесіне қарап, айтқан өлеңдеріңді айтқанда өзім тие алмадым. Не деймін енді саған? Сол нәрселерді өзің түсініп, осынша елге жария қылып, міне Ташкен, өзіміз Кенімағырая, мына Кенже облысымыз, Науаи облысына осындай мәлім болып, осындай дәрежеге жеттің, өмір жасың ұзақ болсын, балдарыңның ратын көр, ең кеме өзіңдей азамат болсын. Құдай саған талмас қанат берсін, өмір берсін, қыдыратың, қолдап, қуаттап жүрсін. Жаным, Азандай сөйлеймін, Айтуар құдам, Сара құдағайым, сендердің дендерің сау болсын, талаптарың таудай болсын жаным. Мына көпшіліктің айтып атқан сөзін періштелер аумейін десін. Әрқашан сендерге ден саулық тілеймін, жұмыстарыңа табыс тілеймін айналайын.
Рахмет. Дүниеге өзек болған бас тұлға, анасы бар кәрінің де, жастың да. Жұмақ жайлы ойлай берме, жұмағол атанаңның аяғының астында. Мен аналарым. Достым Айтуар, міне бүгін той жасап жатыр екесің, тойың құтты болсын. Тойың той қаласын. Мен мына Айтуардың, жаңа Қадиша апам Айтуардың жаңағы кіндік қанын тамған кезі деп жас сәбилік шағын еске алса, мен Айтуардың жігіт кезін еске алмақшымын. Айтуардың осындай ақын болатынына менің көзім жететін еді. Мен бірақ көз ашық әуле емеспін. Бірақ Айтуар жорамыз бұл 9-шы класс, 10-шы класс оқып жүргенде қыздарға хат жазған кезінде қара сөзбен емес, ақындық сөзбен жазатын еді. Мен анық көзім жететін еді. Ақындық жолың ұласа берсін, сол шыңға жет. Мына Сара жорам екеуің өмірде бақытты бол, бірге қартай. Мына тойың басың тойдан шықпасын деп, енді мына қыздарыңның тойын көр. Бірге болайық тойыңда. Өзіңнің семья матын алып келген азғынтай ғана сыйлығым бар, тапсыруға рұқсат етесің. Зылиды көргенде мені шабыт билеген, менің ақын болатынымды білгеннен кейін маған зыли тимеген деп айтты. Айтуар жерде жаңа бір кісі айтып кетті ғой, өзі сөйлейтін сөз қалмады енді. Жаңағы елді ақын танытады деп жатыр, батыр танытады деп жатыр, енді сен бір батырлығыңды айтпақшымын енді. Жаңа бір 4 жұмбақ есіме түсті енді сені көргенде. Демеймін жаза басып сүрінбедім десем егер түңілменен, сүрінген жандар ғана үңіледі қасиетке қадірі білінбеген деген. Енді талай мәрте сүрініп басқа қылып әйтеуір жолың тауып кеттім, осы сенің батырлығың деп түсінем өзім. Жақсы көретін жездем. Тойың тойға жалғасын. Алла өмір берсін. Балаңа да, балдарыңа да, өздеріңе де осы тойдан басың шықпасын. Тойда біздер қызмет қылып жүре берейік. Рахмет әрине. Ал енді ардақты ағайындар, мәртебелі имандар, мынау әлі сөз сөйлейтін адам көп, сондықтан да мына сөз сөйлейтін адамдардың алдын сөйлемедім деп өкпелеп, алды қазір 3 құттан асып кетті ағайындар. Арқасы осында тұр, кетіп қалайын деп. Сондықтан да мына сөзге де жалғастырамыз ағайындар, бүгінгі тойымыздың, бүгінгі мерекеміздің құрметті қонақтары болып отырған, сонау Москвадан келіп отырған Москва қазақ тілі қоғамының төрағасы Таңатар Опабек ағамызды. Сонымен бірге бүгінгі тойымыздың құрметті де қадірлі қонақтары болып отырған, сонау Жаңғызған ауылынан келіп отырған Таспик апамызды, Қадиша, Шырша, Гүлшира деген құрметті қонақтарымызды. Сонымен бірге Айекеңнің мынау үзеңгілес болған достарынан Полат ағамызды. Сонымен бірге Сапарбай ағамыз бен Шекер апаларымыз ортаға шағып, бұл кісілерінде ақ тілектерін естуді жөн көріп отырмыз. Келіңіздер ардақты ағайындар, мәртебелі имандар, мынау сөз кезегі сіздерге әрине. Жаңғызғаннан Қалдаргүл деген апамыз осыға қосылмаға келген. Келіңіздер. Жаңғызғаннан Шынар деген апамыз да бар екен. Айтылған сияқты еді менімше. Полатаға баста берің осы келімді кеше. Ассалаумағалейкум, өнерпаз халқым. Ассалаумағалейкум, жүрсүйер халқым. Жұрт айтады, сені көптің бірі деп. Мен айтамын жыр жолының пірі деп. Қазақстан халқы болса шулап жүр, Мұқағали сары белде тірі деп. Мұқағали сары белде тірі деп. Құрметті досым Айтуар, біз сары белде нөмір 5-ші Гагарин атындағы орта мектепті айбарлы арқалы ақын Айтуармен бірге бітіргенбіз. Мен мынау Айтуарға арнау өлеңімді жыр суретке өміріңді түсіремін. Сен тағдыр құрсаулап құлыптады, өміріңнің көбейді бұлыттары. Әттең ай лайланды, балалықтың балдәурен тұнықтары. Анаң емес маңдайдан жел сипады, жүрегіңде сол дертің тұрып дәлі.
білгенге тағдыр деген дара ұғым. Болмадау досым сенің балалығың. Желіде кісінейді дара құлын, кісінейді анасыз қара құлын, сол құлын Өзбекстан құлагері, о қалқым төңірекке қара бүгін. Жыр суретке өміріңді түсіремін, өзіңе жыр суретке түсіремін, о досым жаныңды ұғып түсінемін, өзіңе таудай бақыт бермесе де, тіледім берсекен деп бармақтай кішірегін. О досым тағдырыңа налымағын, жырларың бағың әнің, тұфа-тұфа әйтеуір көз тимесін. Қуанышқа бөленді шаңырағың, қиналдың жасқа толды қарашығың. Жасқа толды қарашығың, көбейді бүгін досың жанашырың. Тағдырдан тек қана өзің тартып алдың, өмірдің үнжу маржан барасылын. Айыптан келген үнге құлақ түрдің, жамандықты алысқа ылақтырдың. Тойларың құтты болсын, досым саған Құдайдан ұзақ ғұмыр сұрап тұрмын, Құдайдан ұзақ ғұмыр сұрап тұрмын. Рахмет. Сапарбай қайдасың? Үлкен кісілер сөйлесін. Ассаламалейкум, құрметті ұзақтан кен қонақтар, құрметті ауылдастар, құрметті жерлестер. Міне бүгін біздің класстас досымыз, жерлесіміз ақын Айтуардың міне ақындық бастаған несі шығармаларына 30 жыл тойын тойлап отыр екенбіз. Мен Айтуардың бұдан да кейін ақындық шабыты молая берсін, келе берсін. Міне жас, үлкен жас 50-ден кейін ұйқы қашады дейді ғой Сара. 50-ден кейін және бір ақындық нелер шабыттары келе берсін деймін. Мәйлі, Сара мен өмірде, осы өмірде өлшеп берген әрбір адам инсанның өмірінің шегі болады дейді, сол өмірді бақытты жасай берсін деймін. Құрметті алыс жақыннан кейін ағайындар, мына алыс жолдан Қазақстаннан, Өзбекстан, Ташкенттен, мына Қарақалпақстаннан келген ағайындар келген, осы Айтуардың ақындық тойына келіп отыр екенсіздер, келген аяқтарыңызға гүл бітсін, сіздерге үлкен рахмет айтамын. Ал енді мен ақын демесім, бірақ мынау Айтуардың ата-анасымен бірге жүрген үзеңгі жолдас, мен бір ағасының кемпірімін. Сондықтан да мен сіздердің алдыңызда айтарым, мынау Өмірзақ ағай менен ол кісінің кемпірі бір алтын кісілер еді, жуас қана, қой аузынан шөп алмайтұғын. Міне бұл Айтуар осы сол кісілердің балдары бұл осы дәрежеге жету үшін, ақындық дәрежеге жету үшін көп қиыншылықтармен жетіп отырды. Әлбетте соның мінеки қызықтарын көріп отырды. Соның қызықтарын көргеніне біздің азғана ауылымыздан осындай ақын шыққанына менің сондай қуанышты болып, өз-өзімнен мына ортаға шығып ойнап жатырмын, мына халық көріп отырды. Мен сол Өмірзақ ағай менің соның ата-анасының, ата-бабасының арқасынан әруақсыз адам болмайды, әруақтардың арқасынан осыған құтты болсын айтамын. Өзімнің шалымның атынан да құтты болсын айтамын. Осы өте жақсы көретұғын еді. Қытайынан бірге біздің ауылымызда өсіп, осындай дәрежеде ақын шығады деген біздің ойымызда жоқ еді. Ақындық, міне Абай Құнанбаевта, мынау ақындар біліп отырды, Абай Құнанбаев мінеки осындай бір кішкентай ауылдан шыққан. Біздің де осы Абай Құнанбаевымыздың орында тұратын Айтуар Сабировымыз деп ойлаймын. Бақытты бол айналайын Айтуар. Бұдан да шабытың өсе берсін. Осындай тек қана мынау Қазақстан, Өзбекстан емес, біздің Новая облысына ендігі сенің 40 жылдығында Америкадан да, Москвадан да, басқа елдерден де келе берсін деп тілеймін сенің 40 жылдық тойыңа. Өмірің ұзақ, денің сау болсын. Мына балдарыңның қызығын көріп, немере шөберелеріңді ертіп, Сара мен екеуің сондай жолдас болып, бұл ақындыққа әлбетте Қарақалпақстанның көп үлесі бар. Қарақалпақстан қызы, мынандай қыз біздің ақындығымызды жеткізді. О ақындық жеткізді біздің жаңағы ауылымыздың баласын. Сол үшін мен бағана мен шашуым керек еді. Мына шашуды
қазір шашайын десем Айтуар таппай отырыппын. Мен ата-анасының орнына Айтуарға шашуым керек. Кеш жарық құрметті қонақтар, мына той баршаңызға құтты болсын. Сара, мына қайнымның 30 жылдық тойы, мына бірінші орындалып келген тұсау кесу бәрі құтты болсын айналайын. Қайныммен бірге қартай, қайнымның осы дәрежеге жетуіне сенің де үлесің бар. Бұл өнтектерге анау-мынау әйел шыдамайды. Рахмет айналайын. Осы күнге жеттің. Әрқашан той болсын, мына қолыңдағы екі қыздарыңда бақытты болып, солардың да тойында болайық. Бұдан да үлкен мәртебеге қайным жете берсін. Сен қасында күліп ойнап жүре бер. Тойға ұласа берсін айналайын. Кеш жарық құрметті қонақтар, міне бүгін бұл үлкен бас қосуымыздың себепшісі Айтуар аға Сабировтың 30 жылдық творчествосы екен. Айтуар аға, мына тойыңыз құтты болсын деймін. Осы 30 жылдық творчествосының жемістерін көрудің себепшісінде де біздің емханамыздың бас дәрігері Сара Смайыловнаның үлкен үлесі бар деп ойлаймын. Себебі ерді ер ететінде әйел, жер ететінде әйел дейді. Айтуар ағаңды ерлік дәрежесіне көтерген ең бірінші ретте мына біздің емханамыздың бас дәрігері Сара апаға рахмет айтамын. Өмірлеріңіз ұзақ болсын, ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Отбасымыздың атынан сыйлығымыз бар, тапсырайық. Айтуар аға, Сара апа. Айтуар аға, Сара апа, мына мерейтойларыңыз құтты болсын. Осы алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Семьяңызда бақыт болсын. Бақыт тілеймін. Мына жанұямыз атынан сыйлығымыз бар, қабыл алыңыздар. Құрметті қонақтар, мен алыстан ат шаптырып, Айтуар ағамды құттықтауға келіп отырмын. Осыдан алдын 15-ші дүниежүзілік қазақтар съезінде делегат болып Москвадан келген едім. Сонда біздің елдің ақыны Наурызбай деген жігіт екінші орынды алған еді. Сонда бір толғанған едім. Енді бүгін міне Айтуар аға бірінші орынды алғанын көріп, өте қуанышта. Осы тойда отырғаныма өте ризамын. Мен ол кісіге гүл сыйлайын деп отырмын. Ду қол шапалақтар. Құрметті қонақтар, мына ақындардың алдында біздерге енді сәл тілге сәл шақтауымыз енді айтатын әңгіме қалмады. Айтуар аға, сізге тілейтінім, әкемнің ең жақсы көргенінен бір едіңіз, ағамсыз. Өнтек қолында келтек дейді ғой. Жолайдың тентегі өстік қасыңызда. Не дейміз? Айтуар аға, әрдайым осы өміріңізде, осыдан алдың өміріңізде жақсы ниет, тойлар болсын, қызметте жүреміз. Мұқағали Мақатаевтың тірісі деген екен. Естігеніміз бар да, осы кісіге. Рахмет әрине. Мына Мұқағали дегеннен әңгіме шығып кетті, оны Полат ағамыз. Айекең мына Астанаға, Қазақстанға барып жүлдені алып келген кезінде, ой, мынау тірі Мұқағали ғой деп. Сонда Полат Қазбек былай деген екен: жұрттың бәрі айтады, сені бірі деп, мен айтамын жыр жолының бірі деп. Қазақстанның халқы шулап жүр, Сарыбелде Мұқағали тірі деп деген екен. Ал енді ардақты ағайындар, мәртебелі меймандар, мынау бәріміздің басымызды былайша алғанда бүткіл осы Науаи Тәуелбай өңірінде қазақтардың басын қосып, мынау Айекең бүгін ас беріп, қалай берсе мынау халықтың батасын алғанды жөн көріп отыр ағайындар. Ал енді жаңбырмен жерге көреді, батамен елге көреді дейді. Сондықтан да бүгінгі мынау ішіп жеген асымыздың құрметіне, қалай берсе бүгінгі мынау мерекеміздің құрметіне үлкен ақсақалдан баталуды жөн көріп отырмыз. Сәдуа ақсақалды ортаға шақырып бүгінгі тойымызға іләхи әумин деп бата сұраймыз. Ақсақал келіңіз. Я Құдайым оңласын, оңлағанның белгісі қайырлы етіп басыңа бақпен дәулет орнасын. Жорытқанда жолың болсын, қыдыраса қолдасын. Үй ішің аман болсын, тыныштық халқымызға аман болсын. Екі президентіміздің аман болсын. Әрқашан тойың тойғыласа берсін. Рахмет әрине, сау болыңыз, саламат болыңыз.
Өзі ағайын, сіз өзі біздің үйденсіз, бағана шапаныңызды кигенсіз деп айтты дейді. Мейлі. Рахмет әрине. Ал енді ардақты ағайындар, мәртебе меймандар, мынау Айтуар ағамыздың келесі шаңырағында келесі жыр шежірелерінен сау сәлеметте болыңыздар. Күн жақсы ағайын.